Түйсігінмен ойлай біл. 5 бөлім. Сендіру. Ойша жаттығудың мүмкіндіктері шексіз, ал оның нәтижелері мәңгілік. Бірақ табысқа қол жеткізу үшін кейбіреуі ғана өздерінің ойларын тиісті арнаға бұрады. Көп жағдайда барлығы өз еркіне жіберіледі. Брайс Марден. Маған таныс тәсілдердің ішінде, миға саналы түрде әсер ететін ойлау тәсілдерінің ішінде сендіру тәсілі ең қарапайымы болып саналады. Ол ғасырлар бойы дінде және сиқырда, мантра мен дұғаларда қолданылып келеді. Қазіргі таңда оны түрлі адамдар келісімшарт жасауда, сырқаттан айығу үшін, жаңа адамдармен танысуда, сайыстарда жеңіске жету үшін және көптеген салаларда қолданады. Сендіру бұл жағдайларға байланыссыз, адамның өз ішінде немесе дауыстап, қайталап айтатын қарапайым ғана мәлімдемесі. Сіз осы тәсілді кез келген жерде қолдана аласыз. Көлік жүргізіп келе жатқанда, дәрігер қабылдауында болғанда, ұйқыға жатар алдында. Тек қана осы уақытта сіздің арманыңызды сипаттайтын сендіруді таңдап, оны бірнеше рет қайталаңыз. Мысалы, сіз өзіңізге қолайсыз жағдайда қалдыңыз, бірақ сіз еш нәрсеге алаңдамай, бойыңызды еркін ұстағыңыз келеді. Нақ осы сәтте бұл әдісті қолданудың орайы келіп тұр. Асықпай мына сөздерді қайта-қайта айтыңыз. Мен сабырлымын, мен сабырлымын, мен сабырлымын. Өзіңізді күштеп сабырлы болуға мәжбүрлемеңіз. Тек қана осы сөздерді бірнеше минут бойы қайталаңыз. Егер де сізге үлкен жиналыста сөз сөйлеу керек болса, және оның сәтті өткенін қаласаңыз, мына сөздерді ішіңізден қайталаңыз. Жиналыс сәтті өтеді. Жиналыс сәтті өтеді. Сендіру арқылы сіз не істейсіз? Сіз сендіру арқылы сіздің ойыңызда пайда болған ойларға әсер етесіз. Әр уақытта адам миы тек қана бір ойды сақтап тұра алады. Сондықтан да сендірудің негізгі сіздің қазіргі сәттегі мақсатыңызда қуат беретін ойлармен миды толтыруға бағытталған. Сөздер адамның миына бағдар береді. Яғни, ми қандай ойларды тудыру керек екеніне жол сілтейді. Егер де сіз өзіңізді жиналыс сәтті өтеді деп сендірсеңіз, онда сіздің миыңыз жиналыстың сәтті өтуі туралы ғана ойларды тудырады. Ми сіздің еш көмегінсіз-ақ жасырын мағына мен сіздің сөздеріңіздің негізгі мазмұнын таңдайды. Сырттай бәрі қарапайым көрінгенмен, іс жүзінде осы әдіс мақсатыңызға жетуге тиімді көмек береді. Өзіңіздің арманыңызды тиісті сендіру ретінде қалыптастырып, оны үнемі қолданыңыз. Менің бір танысым, сәтті бизнесмен, өзінің әр күнін мына сөздермен бастайды. Көп сауда, көп күлімсіреу. Ол осы сөзді таңертең және күні бойы бірнеше рет қайталайды. Сендіру кезінде нені есте ұстау керек? Өзіңізді сендіргіңіз келгенге міндетті түрде сенудің қажеті жоқ. Мүмкін сендіру әдісі өздеріне өте тиімсіз болған адамдар осылай жасаған болар. Бұл қателік сендірудің тиімділігін жоққа шығаруы мүмкін. Егер де сіз өзіңіздің айтқан сөздеріңізге сенсеңіз, онда бұл әрине керемет. Егер де сенбесеңіз, онда қорықпауыңызға да болады. Бұл маңызды емес. Ми сіздің сөздеріңіздің мағынасын өзі таңдайды, және осы сәтте қажет ойлар өздері туындайды. Күш-жігерді асыра қолданудың қажеті жоқ. Екіншіден, сендіру әрдайым позитивті болуы тиіс. Оны терістеген сөйлем ретінде қалыптастырмай, мақұлдаған сөйлем ретінде қалыптастырыңыз. Мысалы, егер де сіз жиналыстың сәтті өткенін қаласаңыз, онда былай деуге болмайды. Мен жиналыста сәтсіздікке ұшырамаймын, қобалжымаймын деп мына ойды айтуға болмайды. Мен қобалжымаймын. Ми осы болымсыз жағдайда айтылған ойды өзі жібереді. Нәтижесінде сіз өзіңіздің санаңызды жиналыста сәтсіздікке ұшырамаймын, немесе қобалжимын деген бағытқа бұрайсыз. Ми осы өзін-өзі жоятын образдарға баса назар аударады. Сендіру қысқа ғана болу керек. Олар мантра сияқты. Қысқа және қарапайым сөз. Оларды айту және қайталау қиындық тудырмайды.
Негізінде мен 10 сөзден ғана тұратын сендіруді құрастырамын. Кей кездері 2 сөзден ғана тұратын сөйлем күшті нәтиже беруі мүмкін. Мастандыратын табыс немесе сауданың шексіздігі. Мен өмірімде жарты парақ бетті құрайтын сендіру сөздерді де көрген сәттерім болды. Осы сөйлемді сіз бірнеше рет қайталауыңыз екіталай. 2 сөйлемнің өзі де сендіру әдісі үшін өте көп. Сіз сендіру сөйлемді санаңызда жатталып қалу үшін қайталайсыз. Сондықтан да оның қысқа болғаны жақсы. Мен қайталап айтамын. Сендіру қысқа ғана болу керек. Әуенді және қайталау үшін жеңіл болу керек. Өзіңізге қарсы бағытталған сендірулерден аулақ болыңыз. Оларға: мен бұған қол жеткізбеймін. Мен мұны ешқашан істей алмаймын. Бұл мүмкін емес. Мен сәтсіздікке ұшыраймын. Мен адамдармен тіл табыса алмаймын. Мен қателік жасайтынымды білемін. Мен әрдайым жеңіліске тап боламын деген сөздер. Көп жағдайда адамдар осы сендірулерді санадан тыс қолданады. Әрдайым осындай сендірулерден аулақ болыңыз. Мен дәріс оқу іс-сапарларында өзімен болған бір жағдайды сіздерге баяндап берейін. Оқылатын дәрістердің жартысы артта қалған кезде мен өзімнің жоспарыма көз салған сәтімде өз көзіме өзім сенбедім. Түрлі қалаларда оқылатын дәрістер саны артып, бір күнде бірнеше дәріс оқылуға тиіс болды. Маған бұл мүлдем ауыр тиеді деп ойладым. Ішімнен осы ойды қайталай бердім. Мен абсолютті түрде шаршаймын. Келесі 2-3 күн бойы менің көңіл күйім болмай, өзімнің сапарымды көңілсіз күтуде болдым. Мен осы жоспарды жасаған адамға қарғыс айттым. Ойымды жинақтағанда мен өзіме күлдім. Ми күші туралы дәрістер оқып, мен өзім дұрыс емес ойдың қармағына түсіп қалдым. Мен абсолютті түрде шаршаймын деген сөзге не айтасыз? Сондықтан да мен дереу түрде жаңа сендіруді қалыптастырдым. Ол 3 сөзге негізделді: жинақылық, сабырлылық, шаттық. Бірнеше рет қайталадым. Келесі күнді де осы сөздерден бастап, өз жоспарымды еске алған сәтте әрдайым қайталайтын болдым. Бірнеше күн өткен соң, мен егерде сабырлы, жинақы болсам, осы сапарым өте қызықты болады деп ойладым. Не себепті ол мені соншалыған алаңдатты? Осы 3 сөз бәрін өзгертті. Жоспар өзгеріссіз қалды. Тек менің қарым-қатынасым ғана өзгерді. Өзім азапқа айналдырып жібере жаздаған сапарым өте қызықты өтті. Мен жинақы, сабырлы болдым. Өзімнің болымсыз сөздерімді позитивтіге айналдырып, осы сын-қатерді қабылдағаным үшін өзіме риза болдым. Мақсатыңызға жетуге көмектесетін сендірулерді қалыптастыра аласыз. Себебі олар өте қарапайым, және сіз оларды кез келген жерде қайталай аласыз. Банкте кезекте күтіп тұрғанда, дәрігер қабылдауында, көлік кептелісінде, оларға сену міндетті емес. Сендіруді қайталаған кезде, өзіңізде әзірше жоқ нәрсені сізде бар деп сенудің қажеті жоқ. Сізден талап етілетін тек қана өзіңіздің сендірулеріңізді қайталау. Мен сіздерге таңғы уақыттан бастаңыз деп кеңес берер едім. Себебі таңғы уақытта күні бойғы уақытыңызды анықтайды. 2-3 минут жаттығу негізінде нәтижелеріңізді өзгертесіз. Күн сайын бәрі жақсылыққа өзгеріп отырады. Қазіргі таңда Эмиль Куэ есімі көпшілікке беймәлім. Ғасырдың басында оның есімі кеңінен танымал болған еді. Ол сендіру әдісін ашып, оны ауруларды емдеуге қолданып, өз әдісін Еуропа мен Солтүстік Америка ауруханаларында насихаттады. Өз уақытында оның жаңалығы таң қаларлық жаңалық болып, қазіргі сәтті де Эмиль Куэ қайтыс болғанына 10 жылдар өтсе де қызу талқылануда. Куэнің айтуы бойынша, оның науқастары таңертең және ұйықтар алдында қарапайым ғана сендіру сөздерін қайталап отырған жағдайда тезірек сауығып кетеді. Оның сендіру сөзі мынандай: күн өткен сайын мен өзімді өте жақсы сезінемін. Олар осы жаттығуға таңертең және кешке 2 минут уақытын арнап отырған. Болды. Нәтиженің таң қаларлық болғаны соншалық, ол өзін-өзі сендіру бойынша бірнеше кітаптар жазып, әлем адамдарын мидың күші
оны кеселінен сауығуға бағыттаса, науқастын айығуға болады деп үйрете бастады. Куәнің сендіруі, сырқаттың миы күн өткен сайын оны дені сау болып, жақсы болып жатыр дегенге бағытталған. Куә әдісі бойынша мыңдаған адамдардың емделгені құжаттай расталған. Әнші және композитор Джон Леннонның айтатынын болсақ, барша адамзат оның ерекше әннері, гуманистік көзқарастары және ашық мінезін ұдайы еске алып келеді. Леннон өзінің мидың күші мен сиқырға деген қызығушылығын жасырған емес. Бұл оның әндерінде де көрінеді. Ми ойындары әнінің сөзінде қаншама мән жатыр. Біз ми ойындарын ойнаймыз, осы күннен болашақты жасау арқылы. Леннон көзге елестету мен сендіру әдістерін білді және оларды қолдана алды. Осының бәрін менің миым жасайды деп айтатын ол. Ал өзінің баласы Синға арнап жазған «Жақсы бала» әнінде ұйықтар алдында мына дұғаны оқы, күн сайын мен өзімді жақсы сезінемін. Куә және өзге де атақты адамдар сияқты ол осы мәңгілік ақиқаттан өзінің таным жолын ашты. Джон Леннон әндері бізді өзімізге, өзіміздің мүмкіндіктерімізге сенуге шақырады. Сен өзіңді кім деп санайсың? Жұлдыз? Сенікі дұрыс деп әндетеді ол.